Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің төрағалығымен өткізген партиялық конференция барысында көпшілікке төрағаның бірінші орынбасары қызметіне жаңадан тағайындалған Зульфия Хабибуллина таныстырылды. Шаһар басшысы жауапты қызметке кіріскен әріптесін құттықтап, алдағы ісіне сәттілік тіледі. Зульфия Туречевна, разрешите поздравить вас от имени делегатов конференции с высоким доверием и возложением на вас этих обязанностей. Пожелать вам успехов в работе. Кең көлемді жиын жалғасында облыстық конференцияға қатысатын делегаттардың міндеті мен құрамы жөнінде ақпарат ұсынылды. Мінбеден сөз алған Нұр Отан партиясының Степногорск қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары Зульфия Хабибуллина партиялық жобаларға сай атқарылған жұмыстарға шолу жасады. С 20 февраля в общественных приемных Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауларында ағымдағы жылдың 20 ақпанынан бастап жергілікті атқарушы билік пен депутаттық корпуспен бірлесіп халыққа көмек республикалық акциясы бастау алды. Айтулы іс-шаралар аясында аз қамтылған көпбалалы отбасы мүшелеріне мүмкіндігінше көмектер берілді. Оның ішінде атаулы әлеуметтік көмек бойынша кеңестер, материалдық тұрғыда қолдау, жұмыспен қамту сынды мәселелер қарастырылды. Осы уақыт аралығында келтірген санаттар қатарынан 40-тан астам азамат қоғамдық қабылдауға келді. Осылай деп мәлімдеген баяндамашы бұл тұрғыда облыстық және қалалық мәслихат депутаттар тарапынан бірқатар отбасыларға арнайы азық-түліктер де үлестірілгенін алға тартты. Ақпарат жалғасында төраға орынбасары өңіріміздегі өзге де салалар бойынша атқарылған жұмыстарға кеңінен шолу жасап баяндамасын ұсынды. Кезектен тыс конференция отырысында Көкшетау қаласында өтетін облыстық жиынның делегаттары анықталып, таңдап алған партия мүшелері бірауыздан мақұлданды. Негізгі ақпараттар тыңдалған соң жағымды сәттер орын алып, онда партияның бағдарламалық міндеттерін орындағаны және азаматтық белсенділік танытқаны үшін 5-1 жерлесіміз Нұр Отан партиясының Степногорск қалалық филиал төрағасы Еркебұлан Баяхметовтың арнайы алғыс хаттарымен қошеметтелді. Сонымен бірге дәл осы күні партия мүшелерінің қатарын толықтырған азаматтарға партиялық билеттер де салтанатты түрде табысталды.